Қайырлы күн, ханымдар. Бүгін біз пияз қосылған қаттама жасаймыз. Ол үшін бізге осындай 4 пияз қажет. Егер кішірек болса, онда 5-еу қолдансаңыздар болады. Ең бірінші біз тек пиязын дайындап аламыз. Одан кейін қамырын жасауға кірісеміз. Қамыр үшін бізге 350 грамм ұн керек. Оны електен өткізіп салған дұрыс. Осылай електен өткізіп салып аламыз. Ұнымызды дайындап алдық. Одан кейін бізге 1 стакан ыстық су қажет. Бұл ыстық су қатты ыстық болмай, кішкене демін алған дұрыс. Оған жарты шай қасық тұз салып араластырамыз. Тұзы ерігеннен кейін осы ыстық суды ұнға құйып, су ыстық болғандықтан бірінші кезде осылай қасықпен араластырған дұрыс. Суымызды құя отырып, қамыр илейтін боламыз. Судың қатты ыстық емес, кішкене демін алған, аздап суылған су болған дұрыс. Осылай қасықпен араластырып болғаннан кейін ары қарай қолымызбен араластырамыз. Егер мысалы менде қазір ұны кішкене аздау болды. Сол үшін тағы да ұн алып келіп, үстіне қосып жібереміз. Осы қамырды илеп жатқан кезде біраз қасық сұйық майымызды қосып шығамыз. Осы сұйық майды қосып, ары қарай қамырымызды илейміз. Мінекей қамырымыз да дайын болып қалды. Міне, өте жұмсақ. Осы қамырды енді 4 бөлікке бөліп, 1-ден 4 бөлікке бөлеміз да, кішкене зуала жасап, сосын тындырып қоямыз. Мінекей 4-ші зуаламыз. Енді осы қамырды бір шетке қойып, бетін жауып қоя тұрамыз. Июі қануы керек. Пияз қосылған қаттама біздің отбасымыздың ең сүйікті нандарының бірі. Тура осы рецептпен үнемі жасап тұрамын. Сіздерге де жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді болады. Міне пиязымызды турап алдық. Енді осы пияздың үстіне жарты шай қасықтай тұз саламыз. Қара бұрыш қосамыз. Енді осыны қолымызбен араластырып қойып қоямыз. Былайша айтқанда маринадталып тұру керек тұзымыз. Тұзы, қара бұрышы бойына сіңіп, уылжып, жұмсарып тұру керек. Қамырымыз біршама уақыт тынды. Енді жая берсек болады. Онды сүйеп жіберіп, қамырымызды өте жұқа етіп жайып аламыз. Егер жабысып жатса, менікіндей мысалы, ұнды молырақ сеуіп жайып алсаңыздар болады. Қамырды өте жұқа етіп жаямыз. Ұнды аямай себіңіздер, өйткені қамырымыз жылы суға, ыстықтау суға иленгендіктен өте жұмсақ, жабысып қалуы, тез жабысып қалуы мүмкін. Мінекей, қамырдың көлемі шамамен осылай болады. Қатты үлкен емес, шағын ғана. Міне жұқалығын көрдіңіз бе? Енді осының бетіне май жағамыз. Мінекей, мынау қойдың іш майынан жасалған тоң май, ал мынау дүкеннің сары майы. Біздікілер тоң майдың дәміне үйренген, жей береді, сол себепті осылай қосамын. Ал егер сіздер тоң майдың дәмін ұнатпайтын болсаңыздар, тек дүкеннің майын пайдалана берсеңіздер болады.
бірақ мына маймен өте пайдалы болады. Мінекей, жаңағы майларымызды газға ертіп алдым да, аздап қана суыттым. Енді осыны қамырдың үстіне құйып, жайып шығамыз. Негізі майды жағып шығатын кисточка да бар, бірақ қолмен жасап жатқандықтан қолмен өте ыңғайлы әрі тез болады. Осының бір бөлігін қамырға үстіне жайып салып шығамыз. Мінекей мынандай бірігіп тұрғандары болса, пияздың арасын ашып жібере саламыз. Енді осы қамырды шетінен бастап орап шығамыз. Міне шетіне де келдік. Осыны кішкене біріктіріп, қамырға біріктіріп жібереміз да осы жерін. Енді осыны орап барлығы дайын болғанша, барлық қамырымыз жайылып, осылай пиязы салынып болғанша, осы күйінде қойып қоямыз. Ең бірінші оралған қамырды аламыз да, ұн сеуіп, осылай бірінші кезде қолмен, сосын оқтаумен де жайсаңыз болады. Мінекей арасында осылай қамырлар көтеріліп, пиязы шығып кетуі де мүмкін, бірақ онда тұрған ештеңе де жоқ. Осыны енді қызып тұрған табамызға кішкене ғана май құйып пісіретін боламыз. Қазір оны да көрсетемін. Қызып тұрған табаға кішкене май құйып, майды азғантай ғана құйған дұрыс. Осыны құйып, қамырымызды саламыз. Жайып қоямыз да, қақпағын жауып, шамамен 5 минуттай ашпаймыз. Мінекей 5-6 минут өтті. Астын көреміз. Вау, күшті болып пісіпті. Енді келесі бетін майламай-ақ ауыстырамыз. 5-6 минуттай осылай жабық қақпақпен пісіріп аламыз. Мінекей қаттамамыз дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай өте әдемі. Ал дәмін бірге көрейік. Дәмі сондай керемет, әрі мүлде майлы емес. Сырты қытырлақ, мінекей. Ал іші жүп-жұмсақ. Өте дәмді болып шықты.